أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Періштелер неден жаратылған? Және олардың қызметі не? Періштелер нұрдан жаратылған рухани болмыс. Періштелер адамнан бұрын жаратылған. Олардың өздеріне тән денелері бар. Олар адамдар секілді ішіп жеуге, ұрпақ көбейтуге, көбеюге, шаршап шалдығуға, ұйықтауға мұқтаж емес. Жынысқа бөлінбейді. Қызғану, ашулану, ренжу, тәкаппарлану сияқты жаман сипаттар олардың пәк дүниесінен аулақ. Адамдардың қозғалысын реттеп, әрбір жаңбыр тамшысын жерге алып түсетін метеорит, жер шара, жұлдыздар, аспан жүйелері мен галактикалардың қозғалысын, бүкіл табиғат құбылыстарын бақылайтын, оларды қадағалап отыратын, жаратылыс әлемінің атомдары санына тең періштелер де бар. Олар үнемі ұлы жаратушыларына ғибадат жасайды. Ғибадат олардың қорегі. Олар Алланың бұйрықтарын бүге-шүгесіне дейін бұлжытпай, айна қатесіз орындайды. Періштелердің болмысына қарай түрлі міндеттері бар. Алла Тағала тарапынан періштелерге берілген қызметтерін Құран аяттары мен пайғамбар хадисіне негіздеп былай бөлуге болады. Бірінші, Алла Тағаланы күндіз түні күллі кемшілік атаулыдан пәктеп, оған мадақтар мен мақтаулар айтады. Екінші, Алланың таңдаулы болған пайғамбарларына уахи жеткізеді. Үшінші, пайғамбарларға салауат пен сәлемдер жолдап, бүкіл адамдарға дүние тіршілігінде жақсы тілекте болады. Төртінші, пайғамбарлар мен мүміндерге рухани күш беріп, қиналған шақтарында рахатқа бөлейді. Бесінші, адамдарға қорған болып, олардың әрбір іс-әрекеттерінде қызметші болады. Алтыншы, адамдардың амалдарын жазып, сақтап қояды. Жетінші, аспан әлеміндегі орын алып жатқан жүйелі әрекеттерді қадағалап, бақылайды. Сегізінші, адамзаттың жаратылуы мен өліміне қатысты жұмыстарды атқарады. Тоғызыншы, Алланың әмірімен адамдарға қамқоршы ретінде қызмет етеді.